Өте дәмді әрі оңай галетта пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін 300 грамм ұн, 200 грамм жұмсақ сары май, 70 грамм қант, тұз қасы ұшымен, жарты шай қасық қопсытқыш, 2 ас қасық қаймақ салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды екіге бөліп, пакетке салып, мұздатқышқа 20 минут қоямыз. Салмасына кез келген жеміс түрін пайдалануға болады. Мен өрік және таңқурай пайдаландым. Салқын қамырымызды диаметрі 30 қылып жайып шығамыз. Жемісіміздің үстіне 2 ас қасық қант, 1 ас қасық жүгері крахмалы, 1 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырамыз. Қоспаны қамырдың үстіне салып, қамырдың шетін осылай қолмен жабыстырып түйіп шығамыз. Қамырдың үстіне жұмыртқа сарысын жағып, үстіне күнжіт себеміз. Бұл пирогқа кез келген жеміс түрін пайдалануға болады. Өрікті де тура осылай жасап шығыңыз. 180 градус пеште қызарғанша пісіреміз. Сіздермен болған Марияш, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналға жазылып кетіңіз.